Мынандай сұрақты қанша жүрмін байқаймын, сіздің киіміңіздің бірде асты жетпей қалады, бірде үсті жетпей қалады. Ол бір не ба деп қоямын, енді өзім еркек ретінде, енді гармонның бәрі жақсы жұмыс істейтін ретінде білмеймін енді. Нәпсіге бір нетпей ма деп ойлаймын да. Бізді де ойласаңызшы деп қоямын да. Жоқ, сіз нәпсіңізді тиіп отырыңыз дегім келеді сізге, Данияр мырза. Нәпсі тиғанда емес, ол нәпсіні ойнатпау керек шығар деп ойлаймын. Жоқ, сен қызық адамсың, қалай сөйлеп жатыр ма? Бұл жерде жас қыз емес, несін ерсі көріп тұрсың? Қалан тең жартысы, любой деге бар, нәпсің битеп жүресің ба? Жоқ, ол қалада ғой, бұл жерде қаншама мың көрерменнің алдында отырған жоқпыз ба? Сен жамауды жабу үшін келдің ба бұл жаққа? Жетпеген матаны жалғап беру үшін келдің ба? Енді еркек ретінде парызымды істеп отырмын, айтып қояйын деп. Барлық парызға түгел келесің ба? Мен өз ойымды айттым, айдамаған, ренжімеңіз. Бірақ сен нәпсіні қосып, нені қосып, сен нәпсіңді тие алмасаң, бұл жақта нәпсін тиіп отыратын жігіттер бар. Бұл жерде нәпсің қажет жоқ отырам, бұл шлей бұлай андай бір ерсіш нәрсе көріп тұрған жоқпын. Соған қарағанда Нұрсұлтан саған мына бір көз қырың әбден түсіп отқан сияқты ғой сенің. Бекер, мына пікірің артық Былай да тоже могу. Былай да болады. Сөйтсек кішкене осылай дұрыс бері қарай. Жоқ, негізі бар ғой, шынымды айтайын, Данияр сіз үшін үйтпеймін да, естіп ашып қоямын, потому что өзіме солай ұнайды. Енді білмеймін, осы пікірді негізі естімегелі көп болды. Бәрі де өйткені мен осыған дейін отырған кезде де осы киім мәселесі